Сәлем достар, сіздермен қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Сіздер де менімен бірге кіп-кішкентай сүйкімді тура осы видеода көріп тұрғандай қатпарлы, қытырлақ, қонаққа қойғанға, шаймен ішкенге дәмі өте керемет, тіл үйіретін шариковый самса жасағыңыз келеді ме? Олай болса, менімен бірге видеоны соңына дейін қарауыңызды ұсынамын. Ол үшін бізге бар жоғы 350-400 грамм ұн қажет болады. Ұныңыз жоғары сұрыпты болатын болса, өте керемет болушы еді. Себебі қамырдың керемет болып шығуы ұнға да тікелей байланысты. Үстіне бар жоғы 1 шай қасық тұз және 350-400 грамм су құйып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бастысы, қамырыңыз жұмсақ, илеуі қанған, эластичный, жылтыр қамыр шығуы керек. Яғни қамырыңыздың илеуі қанған қамыр жыртылмай, әдемі болып жайылатын болады. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, үлкендеу өздеріңізге ыңғайлы ыдысты алып, қамырымызды илеуге кірісеміз. Қамыры да өте қарапайым, міне, артық нәрсенің қажеті жоқ. Жақсылап, умаждап, уқалап, илеуін қандырып, бетін жауып, қойып қойсаңыз да болады, бірден жасасаңыз да болады. Мен бірден жасауды дұрыс көрдім. Қамырыңызды 4, 5, 6 зуалаға ыңғайлап бөлген дұрыс. Өте үлкен зуаланың қажеті жоқ, шағын болуы керек, себебі кейінгі жайғаныңызға өзіңізге ыңғайлы болады. Мен 5 зуалаға бөліп алдым осы қамырымды. Жақсылап барлығын зуалашалап аламыз. Зуалап алып болғаннан соң, сол кішкене ғана зуалаларымызды қайтадан жаямыз. Жаю дегенде бірден үлкен қып жаймаймыз. Жай ғана 1-2 үстінен басып жазып аламыз. Себебі арасына май жақсылап сіңуі қажет. Соған ыңғайлап, жай ғана күлше сияқты қылып жайып аламыз. Барлығында біркелкі етіп. Ұн қоспай жайыңыздар, жай ғана саусақтың көмегімен. Жайылып болған қамырымызды шұңғылдау ыдысқа 100 грамм сұйық май, яғни ақ май құямыз. Ақ майға қамырларыңызды жеке дара қылып малып алған жақсы, екі бетін жақсылап аунатып, тура видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп, жақсылап малып алсаңыздар, сонда қамырларыңыз бір-біріне жабысып қалмайды. Арасына майы жақсы кіретін болады. Ол өте маңызды этаптың бірі. Барлығын екі бетін аунатып болғаннан соң, бір-біріне жабыспайтындай етіп орналастырып, үстінен 150 грамм маргаринді ертіп жібересіздер. Өте ыстық емес, жылы немесе суыған кезінде осылай қамыр бататындай етіп маргаринге салып, бетін жауып 25 минутқа демалдырып қойып қоямыз. Қамырымыз демаламын дегенше, біз арасындағы салмасына кірісеміз. Қазір күз мезгілі болғандықтан, мен асқабақпен түрлі қылып самсалар жасағанды ұнатамын. Сол себепті ішіндегі салмасын асқабақтан жасамақшымын. Егер сіздер асқабақты құп көрмей, жай ғана етпен жасап көрсеңіздер де болады. Бастысы айта кетерім, салмасына өте көп нәрсе қажет болмайды. Бар жоғы мен бұл жерде асқабақ, 2 дана картоп және 2 дана пияз алдым. Аздап дәмі күшті керемет болсын, майлы болсын, дәмді болсын деп аздап құйрық майда қостым. Барлығын өздеріңізге ұнаған формада турап алсаңыздар да болады. Мен жай ғана үккіштен өткізіп, барлығын теркадан
біркелкі қылып өткізіп алдым да үстінен пияз бен құйрық майды турап салдым. Өте майдалап турағандарыңыз жөн болады, себебі самсамыздың өзі өте кішкентай көлемде болады. Достар, егер сіздер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Рецепт ұнаған болса, өздеріңізге сақтап, достарыңызбен бөлісіп, лүпілдеріңізді аямай басып кете қойыңыздар. Сіздермен әрдайым рецепт бөлісуге асығып отырам. Келесі рецепттерде қандай рецепт көргілеріңіз келетін болса, комментарий бөлімінде өз ойларыңызды күтемін. Міне, видеода көріп тұрғандарымыздай барлығын салмамызды дайындап алдық. Ең соңғысы осы құйрық майды жақсылап өздеріңізге ыңғайлы етіп майдалап турап аламыз да оны да дайын тұрған салманың үстіне қосып жібереміз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, ас көк қосуға да болады. Түрлі дәмдеуіштерді ұнатамын десеңіздер, зіра қоссаңыздар да болады. Мен ондай нәрсе қосқан жоқпын, бар жоғы тұз бен қара бұрыш қана қостым. Барлығын біркелкі етіп араластырып аламыз. Мінекей, салмамыз дайын, иленген қамырымыз дайын. Енді соңғы этаптың бірі қамыр жаю кезеңі және оны самса етіп түйу кезеңі. Ол да маңызды этаптың бірі болып саналады. 25 минут уақытымыз өтті. Енді ешқандай жайып жатқанда ұнның, оқтаудың қажеті жоқ. Бар болғаны майдан осылай қамырды шығарып алып, қолдың, алақанның көмегімен дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтаусыз алақанның көмегімен созамыз. Қамырымыз майлы, майға сіңген, әбден впитывать етіп өзіне сіңіріп алған бойына. Қамырыңыздың, ұныңыздың сорпы жоғары болса, осылай жайып жатқанда шілей жыртыла қоймайды. Ұнға да тікелей байланысты. Мінекей, қорықпастан осылай майға сіңген қамыр жыртыла бермейді. Осылай алақанның көмегімен барынша жұқалап жайып аласыздар. Достар, мен басқа видеомда баклава жасау рецебімен бөліскем. Баклаваның да қамырын дәл осы үлгіде жайсаңыздар да керемет болады. Мен ол жерде оқтаумен жайып көрсеткем. Ал мына тура осылай майға малып барып пісірсеңіздер, оның жұқалығы тіптен керемет болады. Сыртына былайша айтқанда пленка сияқты бәрі көрініп тұрады айқайлап. Міне, өзінің маргаринін үстінен бір қасықпен құйып жібересіздер де, дәл осылай бір бұрышына ғана, яғни бір басына ғана фаршты саласыздар салмасын. Өте толтырып салып жіберудің қажеті жоқ, себебі самсамыз өте миниатюрный болып шығады. Міне, және барлығын біркелкі етіп, бір жағына қарап орап шығамыз. Былайша айтқанда, бір ғана трубочка сияқты болып шығады. Өте арасында маргарины, майы жағылғандықтан қатпарлы болып шығады. Ешқандай оқтаудың, артық күштің қажеті жоқ. Әрі келген қонақтарыңызға да керемет дәм болады, дастарханға әдемі сән болады. Бастысы бір жасағаннан ақ шығады. Осылай бір 6-7 сантиметр көлемінде пышақтың көмегімен кесіп шығасыздар да, екі кескен басын фаршы салмасы ішінен шығып кетпейтіндей етіп, екі кескен басын біріктіріп дөңгелетесіздер. Міне, видеода көрініп тұр, екі басын орап, табаныңызға жайлай бересіз. Табаны майлау шарт емес, себебі қамырдың өзінде майы жеткілікті, жабысып қалмайды. Ешқандай уайымдамасаңыздар да болады. Мінекей, видеода көріп тұрғандарыңыздай екі басының фаршын кіргізіп аламыз да, қалған қамырын бір-біріне жабыстыра бастаймыз. Өте керемет. Барлық қамырларды дәл осы үлгіде жасап шығасыздар.
бір ғана лист, 2 лист таба ғана шығады деп уайымдамаңыздар. Бұл өте кішкентай болғанмен тойымды 3 данасы өзіне адам жеп тойып қалады. Мінекей, қалған майды төбесінен жағып, безендіру үшін мак, кунжут сепсеңіздер болады. Алдын ала қызып тұрған пеште 180-170 градуста пісіріп аласыздар. Өте жылдам пісіп қалуы да мүмкін. Қарап тұрасыздар, 25-20 минут жеткілікті. Енді әркімнің пеші әртүрлі, сол себепті мен орта есеппен айтып жатырмын. Менікі 20-25 минутта 180 градуста пісіріп алым. Сіздердің пештеріңіз қандай екен білмедім. Әр аспазшы өзінің пешін тілін біледі. Сол себепті төмен градуста пісіріп алсаңыздар керемет, осындай қытырлақ, қатпарлы самса шығады. Жасап көріңіздер, рецепті өздеріңізге алып жатсаңыздар, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жазып, лүпілдеріңізді аямай баса кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Гүлдана Сауқымбаева. Келесі рецептерде жолыққанша сау болыңыздар.